Қайырлы кеш YouTube оқырмандары. Жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Әпкем мен жездемнің болып жатқанын көріп, жездеме қатты ғашық болып қалдым. Менің атым Әмина, жасым 19-да. Мен әпкем Арай мен оның жұбайы, яғни менің жездем Қайраттың үйінде тұрамын. Себебі мен университетке осы қалаға түстім. Ал ата-анам алыста. Қайрат жездемнің мені өз үйінде қабылдағанына әрдайым ризамын. Қайрат нағыз ер азамат, бойы ұзын, әрдайым ұқыпты, сөзі салмақты. Ол әпкемді шексіз сүйеді. Олардың махаббатына тек таңдана қарайтынмын. Әпкем Арай да өте сұлу, Қайратқа лайықты жар. Оқиға осыдан 3 ай бұрын басталды. Бір күні кешкісін туған әпкем туған күнге кетіп қалады. Қайрат екеуміз үйде қалғанбыз. Қазір теледидардан фильм көріп отырды. Мен жанында кітап оқыдым. Ол маған мейіріммен қарап, «Әмина, оқуың қалай? Шаршаған жоқсың ба?» деп сұрады. «Бәрі жақсы жезде, рахмет» дедім. Ол маған ыстық шай әкеліп беріп, қолымнан ұстап, «Өзіңді күт, балдызым» деді. Бұл қарапайым ғана қамқорлық еді. Бірақ оның қолының жылуы менің жүрегімді тосыннан дірілдетіп жіберді. Менің жездеме деген көзқарасым сол сәттен бастап өзгерді. Ертесінде мен ас үйде өтіп бара жатқанда Қайрат пен Арайдың бөлмесінің есігі сәл ашық қалыпты. Іштен сыбырлаған әзіл күлкі естілді. Әдеттегідей қызығушылық жеңіп, мен есіктің саңылауынан қарадым. Қайрат әпкемді арқасынан құшақтап, екеуі терезеге қарап тұр. Қайрат әпкемнің шашын иіскеп, оның құлағына бірдеңе сыбырлады. Сосын оның бетінен ұзақ сүйді. Әпкем бақыттан балқып күлімсіреп, оған сүйеніп тұр. Олардың арасындағы махаббаттың атмосферасы соншалықты тығыз, соншалықты сезімге толы еді. Осы көріністі көргенде менің жүрегім тоқтағандай болды. Қайраттың әпкеме деген нәзік көзқарасы, оның әрбір қимылы, бәрі менің етімді алды. Мен осындай махаббатты дәл осы адамнан алғым келгенін түсіндім. Ол менің жездем, бұл тыйым салынған қате сезім. Мен тез артқа шегініп, бөлмеме қашып келдім. Төсегіме жатып көзімді жұмдым. Бірақ көзімнің алдында Қайраттың мейірімге толы жанары тұрды. Оның әпкеме деген сезімнің көрінісі менің жүрегімде оған деген ғашықтық отын тұтатты. Бұл күннен бастап менің өмірім қиын сынаққа айналды. Қайратты көрген сайын жүрегім қатты соғатын. Оған тіке қараудан қаштым. Мен оның кез келген әрекетін өзіме арналған белгі ретінде қабылдай бастадым. Ол менің оқуымды сұраса, менің өміріме қызығады. Ол маған жай ғана жездесі ретінде емес, ерекше қарайды. Менің миым бұл абсурд. Қайраттың әпкеме адал екен айтып тұрса да, жүрегім үміттенуді тоқтатпады. Ең қиыны Арай әпкемнің алдында жүру болды. Ол менің бақытты, қамқор әпкем. Ол Қайратты сүйеді. Мен олардың арасына түсуге, олардың бақытын бұзуға қалай дәтім бар. Бұл жан ауыртатын құпия мені іште жегідей жеді. Бір күні кешке Қайрат маған университетке байланысты бір құжатты толтыруға көмектесуге кететін болды. Көмектесіп отырды. Біз екеуміз ғана қонақ бөлмеде едік. Ол маған жақын отырып, маған қалай толтыру керектігін түсіндіріп жатты. Оның тынысы менің құлағыма естіліп, менің денемді тоқ соққандай болды. Мен кенеттен басымды көтердім да, оның көзіне тура қарадым. Бұл да маған қарап тұр еді. Біздің арамызда бірнеше секундтық үнсіздік орнады. Бірақ ол уақыт маған мәңгіліктей сезілді. Мен оның көздерінен тек мейірімділік пен ағалық қамқорлықты көрдім. Ешқандай жасырын сезім, ешқандай басқа нәрсе жоқ. Әмина, сен шаршадың ба? Біраз демал, деді ол. Маған алаңдаушылықпен қарап, оның бұл сөзі мені оятып жібергендей болды. Менің іңкәрлігім, менің қиялымнан туындаған негізсіз сезім еді. Ол менің жездем ғана. Оның әпкеме деген махаббаты таза әрі шынайы. Мен оның сол махаббатының көрінісіне ғашық болатынмын. Мен қатты ұялып, дереу орнымнан тұрдым. Иә жезде, сәл шаршадым. Рахмет сізге деп киіз бөлмеме кеттім. Сол күннен бастап мен өзімді өзім қатаң сынға салдым. Біріншіден, мен Қайрат жездем әпкеме деген адалдығына құрметпен қарауды үйрендім.
Оның махаббаты бұл бұзуға болмайтын киелі нәрсе. Менің міндетім олардың бақытына қуану, оған кедергі жасамау. Екіншіден, мен өзімнің сезімімнің себебін түсінуге тырыстым. Мен Қайратты емес, оның бойындағы идеалды ер адамның қасиеттерін іздеген екем. Менің махаббатым бұл менің болашақ жарымның қандай болу керектігін көрсететін үлгі болды. Мен Қайраттан алшақтап, сабағыма, университеттік өміріме толықтай кірістім. Жаңа достар таптым, жаңа қызығушылықтар пайда болды. Менің мақсатым осы үйден өз махаббатымды тауып бақытты болып шығу. Әпкем мен жездем менің өзгерісімді байқады. Мен олармен бұрынғылай ашық, бірақ енді тек балдыз бен жезде қарым-қатынасында ғана сөйлесетін болдым. Менің жүрегімдегі дауыл тынышталды. Алдыда 1 жыл өтті. Мен университеттің 2-ші курсында оқып жүргенде бір топтағы Ерлан есімді жігітпен жақын араласа бастадым. Ерлан өте жездем сияқты қамқор, мейірімді, бірақ оның өз мінезі, өзінің ерекшеліктері бар еді. Ол маған шынайы, таза сүйіспеншілігін көрсетті. Мен Ерланға ғашық болдым. Бұл сезім қорқыныш пен кінә сезімі жоқ, еркін және бақытты сезім еді. Мен Ерланды әпкем мен жездеммен таныстырғанда олар қатты қуанды. Амина, сенің бақытты болғаныңды көру біз үшін үлкен қуаныш. Ерлан өте тәрбиелі жігіт. Ол менің жас кезіме ұқсайды екен, деді Қайрат жездем күлімсіреп. Мен жездемнің сөзіне күліп, оған алғысымды айттым. Енді менің жүрегімде оған деген тек шексіз құрмет пен туыстық махаббат қана қалды. Сол күні кешке мен Ерланмен телефон арқылы сөйлесіп болған соң әпкем мен жездемнің бөлмесінің алдынан өттім. Есік жабық, бірақ іштен олардың бақытты сыбыры естілді. Мен тоқтап, есікке қарап, іштей оларға бақыт тіледім. Менің жүрегім тыныш әрі қуаныш пен олардың бақытын қызғанбаймын. Керісінше қуанамын, себебі мен енді өзімнің жеке бақытымды таптым. Менің жездеме деген сыйым салынған қашықтығым менің болашақ махаббатымның үлгісін көрсеткен өтпелі кезең ғана болды. Мен жездеме деген сезімнен арылып, әпкем мен жездемнің отбасына құрметімді сақтап, өзімнің шынайы махаббатым Ерланды кездестірдім.